Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Локбокс дейтін нәрсе туралы айтайын деймін сіздерге. Сіздер интернет арқылы бір жалға бір үйді алатын болсаңыздар, мысалы үшін болады ғой, іс сапарымен бір жаққа барып Америкада қонақ үй қымбатқа түседі. Мысалы Airbnb дейтін сайттар бар, сол жерден жекеменшік үйлерді болмаса пәтерлерді жалдауға болады. Бір-екі күнге тұруға, мысалы үшін бір аптаға, бір айға дейін. Сонда міндетті түрде соның қожайынымен кездесу қажет жоқ. Олар локбоксты қолданады. Локбокс деген мынандай құлып, бірақ құлыптың ішінде кілт жатады. Мынаған код енгізетін болсаңыз осыған ішінен кілт табасыз. Мына ашық түрі мынандай. Сөйтіп сол локбоктың ішінде кілт жатады. Соны енді қазір қалай жұмыс жасайтынын көрсетемін сіздерге.